Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен муравейник тортының рецептімен бөлісетін боламын. Бізге керек заттар: сары май, ұн, қаймақ, қант және сгущенка. Ең алдымен ыдысымызға сары майымызды осылай ертіп аламыз. Үстінен қантымызды салып араластырамыз. Сосын қаймақты салып араластырамыз. Үстінен ұнымыздың кішкене бөлігін салып араластырып аламыз. Енді қалған ұнымыздың барлығын салып, қамыр илеп шығарамыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Осы қамырды екіге бөліп, салафанға салып, тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Енді дайын болған қамырымызды табамызға үккіштің үлкен жағынан өткіземіз. Өткізіп болғаннан кейін 15-20 минутта печкамызда 180 градуста пісіріп аламыз. Бізде міне осылай болып шығады, қызарып, жұмсақ әрі тез бөлінгіш. Енді осыны ыдысымызға салып, қолымызбен үгітеміз. Осылай үгітіп болғаннан кейін барлығын үстіне сгущенкамызды құямыз, жақсылап араластырамыз, сіңімді болу үшін. Міне менде муравейник осылай болып шықты, өте дәмді, өзіме қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Мадина. Қош сау болыңыздар. Каналыма лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.